Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай көп азық-түлікті қажет етпейтін дәмді тіске басар дайындайтын боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл тіске басарды дайындау үшін бізге ірімшік 100 грамм ғана, осындай сосиска және қатпарлы қамыр керек болады. Ірімшікті осылай үккіштен өткізіп аламыз. Келесі кезекте қатпарлы қамырдан аз ғана алып, осылай оқтаумен жаямыз. Жайған кезде өте қатты қалың да, өте қатты жұқа да болмау керек. Орташа қалыңдықта жайып, ортасына сосискамызды салып, ірімшіктерді саламыз. Одан кейін дөңгелетіп, бүктеп, сосискамызды 4 бөлікке бөлеміз. Достар, мінекей видеода көрсетілгендей етіп, орайымызда 4 бөлікке бөлеміз. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады және тез дайындалады. Мен осы жолы дүкеннің қатпарлы қамырын қолдандым. Негізі үй жағдайында дайындалған қатпарлы қамырды да қолдануға болады. Үй жағдайында жасалған қатпарлы қамырмен де өте дәмді болып шығады. Келесі рецепттерді менің каналымнан бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, мен бұл тіске басарды үнемі дайындаймын, өйткені балалар сүйіп жейді, балаларға өте қатты ұнайды. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте керемет және көп уақытыңыз кетпейді. Мінекей осылай дайын болған тіске басарларды противенге салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз да 30 минутқа пешке салып пісіріп аламыз. 30 минутқа 180 градуста пісіп шығады. Достар, мінекей 30 минутта біздің тіске басарларымыз дайын болды. Ыстық күйінде өте дәмді, керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Достар, қазір мен ыстық күйінде дәмін көретін боламын. Өте дәмді болып шықты. Әсіресе осы тіске басар менің балаларыма қатты ұнады. Сіздер де өз балаларыңызға жасап, балаларыңызды қуантып қойыңыздар. Достар, комментарий бөліміне өз ұсыныстарыңызды жазып, маған қолдау білдіріңіздер.